Бұл доллардың жалпы енді қазір осы тақырып сол болып тұр ғой. Доллар поднимается выше болып отыр ғой қазір. Елдің бәрі сходит с ума деп жаңа. Жалпы енді бұл түсінікті. Мен енді бір түсінгенім, біз осы қазақ елі әлем бойынша ең сабырлы халық деген номинацияны біз жеңіп алған екенбіз. Ең сабырлы халық біз қазақтар екенбіз. Әлем бойынша осы дағдарыс болды, бүкіл әлем бойынша доллар көтерілген, қазақ елінде ғана осылай тыныш болған екен ғой. Басқа әлем секілді көшеге шығып демонстрация деп, деп ештеңе істеген жоқпыз біз. Өйткені журналистер келген екен, Англиядан журналистер келіп, Қазақстанда девальвация болайын деп жатыр екен. Айдалада тұрған Англияда біліп тұр, біздің Қазақстанда девальвация болайын деп жатыр. Біз де білдік қой, біз де өзіміз айтып жүрдік қой, доллар көтерейін деп жатыр, доллар көтереді, доллар. Бірақ қай күн екенін айта алмаймын деген секілді. Англиядан келген, таң атат, алдында бір девальвация болды, білеміз. 187-ден доллар бірден 260-ға барды. Журналистер күтеді, не болады екен деп. Сөйтсек, көшеде қазақтар спокойно жүр дейді барлар. Кім спокойно, обменникке қарап, доллар көтеріп кеткен ба, не? Доллар көтеріліп жатыр. Естідің бе, доллар көтеріп кетті ғой, доллар. Журналистер таңғалып қалып, не жазамыз деп жаңа. Көшеде кетіп жатырған жаңағы бір қазақтан сұрайды дейді, доллар көтеріліп жатыр, 260 болған, не дейсің десе, ана қазақ айтады дейді, бұл іштің емес, әлі 360 болады дейді ғой деп жаңа спокойно жүр дейді. Риза болған ғой, жағасын ұстаған ғой, не деген сабырлы халық деймін, молодцы бар ғой, мынандай ұлт көрген жоқпыз деген ғой өздері. Мен бір жерден оқығанды айтып тұрмын. Біз қазақ негізі қымбаттағаннан қорықпаймыз, біз арзандағаннан қорқамыз. Біз қымбаттаса, одан сайын қуана береміз. Арзандаса қорқамыз. Мысалы, қазақ айтшы, мынау машинасын сатам деп жатыр. Салонда 60 мың доллар тұрады. 20 мың долларға берем дейді. Ал болсайшы десе, қазақ айтады, документ дұрыс емес шығар дейді. Біз сенбейміз арзанға, сенбейміз. Одан да бар, салоннан сатып алайын 60 мыңға. Зато 5 жыл рахаттанып жүрем дейді. 5 жыл ол кредит төлейтін есінде жоқ та өзі. Дүкенде жүргенде де қазір тауарлар қымбаттап жатса да, біз бүйтеміз. 100 теңге тұратын затың 120 теңге болып кетсе, біз нормально взглядпен қараймыз. 120 болып кетті ғой. Кеше 100 еді. Мынау 75 еді, 85 болып кетті ғой. Мынау кеше 20 теңге еді, құрсын мынаған дейін қымбаттап кетті ғой. Ал егер сол 100 теңге тұратын затың 80 теңге болып кетсінші. Мынау неге арзандап кеткен? Мынау неге арзандап кеткен? Тұрып қалған ба не? Качествосы жоғалды ма әлде? Жоқ, просто арзандап жатыр. Қойсын алмаймын, качество сонша емес шығар. Қымбатты қайда? 300 миллион. Біз өз сондай бір арзан заттан гөрі қымбат затты жақсы көріп тұрамыз, Өз расымен сондай. Біз енді доллар көтеріліп жатыр дейміз. Қазір кетіп жатыр, кете берсінші сол доллар бар ғой. Кете берсінші бар ғой. Ақ жолын төсеп, артыңа қарама деп шығарып салу керек ғой. Баршы айналайын, баршы деп, евроны бірге алып кетіңдерші, бар кетіңдерші деп. Жыл сайын осы әңгімеміз осы доллар көтеріп, доллар түсті, доллар көтеріп. Өзіміздің төл теңгеміз бар. Үйде де машинанда теңгемен алайық, теңгемен сөйлейік. Сол емес пе? Не керек бар доллардың бізге? Рубль жүре берсін, оны тіпті ешкімге зиян жоқ. 5-тен аспайды өзі, 3-те 4, 3-те 5, 3-2, 3, тіпті ешкім қарап жатқан жоқ оны бар, 3-те 1-тен 3, 3-те 2, 2-1-тен 3-те 5-тен аса алмай тұр ол. Бір жоқ істей алмай тұр да 5-тен ары қарай жаңа. Жүре берсін, оның бізге қатысы жоқ. Сондықтан да мен өз басым ойлаймын, қандай теңге болсын, өзіміздің теңгемізге жететін ештеңе жоқ, доллар көтеріле берсін. Біз енді қазір доллар көтерілді дейміз, мейлі көтеріле берсін доллар. А біздер қазір тек долларды байқаймыз, бензинді байқаймыз, доллар көтерілді, бензин көтерілді дейміз. Мен айтамын кей кезде, хорошо, что зарплата көтерілмей тұр. Зарплата көтерілсе не істейміз деймін. Доллар секілді зарплата көтерілсе ойлап көріңіздерші. Таңертең жұмысқа келдім де өзің шоксың да, менің зарплатам 80-ге көтеріліп кетті. Түстен кейін 120 болады деп жатыр бастық. Кешке 360-ға дейін көтеріледі деп жатыр, мен зарплатам не істеймін деп жүрсе, қандай керемет деймін да. Қазақ хандығының биыл енді 550 жылдығы. Енді осы отырған барлығымыз, енді ханымыз қазақ деп тұр соғып тұрған, енді экран алдында отырған көптеген жастар бар шығар. Жалпы қазақ хандығының 550 жылдығын көп түсінбей жатқандар да бар. Ол қалай 550 жылдық, сонда қалай деп, мен сіздерге заманауи тілмен түсіндіріп берейін соларға. Бүгінгі осы заманауи тілмен түсіндіріп берейін, қазіргі жастарға, бизнесмен жастар бар. Осыдан 550 жыл бұрын Жәнібек пен Керей деген екі жігіт Талас өзені мен Шу өзенінің арасында бүкіл ипылардың басын қосып тоғырған.
Ипі Қоңырат, Ипі Дулат, Ипі Қыпшақ, Ипі Найман. Негіз Наймандар ол кезде тоғы болған, олар көп қой. Просто налогты көп төлемеу үшін Ипі болып жүрген ол кезде. Сөйтіп үлкен тоғы құрған. Тоғы бір күндердің күнінде ішінде өздер Ипілардың арасында үшке бөлінген. Ұлы тоғы, орта тоғы, кіші тоғы болды. Сөйтіп уақыт өтіп келген кезде Абылай деген бір ақылды жігіт қарап тұрып, үш тоғының біріктіріп ауа құрған. Оны Ұлытауда құрған. Содан кейін қалу керек, үш тоғының басы қосылған Ұлытау деген жер сол қазір. Сөйтіп Абылай акционерлік қоғамның басқарып жүрген уақытта неше түрлі қазір жұмыс кетпей жатқасын, неше түрлі жон-пол, қал-пол дегендер, жаңағы қалмақ жоңғарлар. Сосын Екатеринаның акционерлік қоғамына барып қосылған. Акционерлік қоғамды аман-есен алып қалу үшін. Сосын 91 жылы Нұрсұлтан деген патшамыз келіп, оны алып, корпорация қылады, корпорацияны әлемге атақты қылып, үлкен компанияға айналдырды міне.